Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз турецкий семит пісіреміз. Семит өте дәмді және де сырты қытырлақ болып шығады. Рецептісі өте оңай, аса көп заттар қажет етпейді. Соның өзінде де семиттер өте дәмді болып шығады. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Әдеттегідей керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жазып қоямын. Алдымен табамызға ұнымызды саламыз. Одан соң үстіне тұз бен дрожжіміз салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған соң үстіне жылы суымызды құйып, алдымен осылай силикон лопатканың көмегімен, одан соң қолдың көмегімен қамыр илейміз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығады. Үстіне сәл ғана сұйық май құйып, тағы да қолымызбен бір-екі рет басып шығамыз. Содан соң бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше осылай 2 ас қасық балымызды саламыз. Оның үстіне су құйып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Балымыз біздің толықтай еру қажет. Қамыр көтерілді, қамыр бірнеше есе ұлғаю қажет. Қамырды осылай сопақша етіп илеп аламыз. Илеп алған қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті осылай 2-ге бөліп, енді әр бөлікті осылай қолдың көмегімен созамыз. Содан соң екеуін қосып, өріп шығамыз. Содан соң екі шетін бір-біріне қосамыз. Осы әдіспен қалған қамырларды да жасап шығамыз. Қамырмен жұмыс жасау өте оңай. Және де қамырды илегенде ұн сеуіп қажет емес. Алдын ала дайындап қойған семиттерімізді алдымен балды суға, содан соң күнжутқа аунатып аламыз. Содан соң пергамент қағазы төселген противенге саламыз. Семиттердің бетін пищевой пленкамен жауып, 1-30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут өткен соң пищевой пленкамызды алып, семиттердің көлемі ұлғаяды. Содан соң қолдың көмегімен осылай созып жібереміз. Семиттерді 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Осымен біздің семиттеріміз дайын. Семиттеріміз өте керемет болып шықты, сырты қытырлақ болып, іші жұмсақ. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі видео рецептілерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.